Баршаңызға сәлем, есімім Назира. Менің дәмді әлем каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін цезарь салатын ресторандағыдай етіп, өте керемет дәмді етіп жасаудың рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы салатты жасап көріңіз. Енді бұл салатты жасау үшін нанды осылай кубик етіп турап аламын. Бұл жерде кез келген нан бола береді, тек қана қара нан болмаса болғаны. Үстіне кішкене май құйып, дәмдеуші салып, паприка салып, жақсылап араластырып аламын да, духовкада 180 градуста 15 минут нанымды сухари етіп пісіріп аламын. Сосын мендегі бөденен жұмыртқасы, жұмыртқаны пісіріп алдын ала дайындап алғам. Осылай екіге бөліп жұмыртқамды кесіп дайындаймын. Сосын черри помидорында екіге бөліп дайындап алам. Енді кезекте мендегі тауықтың төс етін осылай жұқалап, ортасынан бөліп, кесіп аламын да, тұздап, шамалап тұз саламын. Тұз себеп, үстіне сосын паприка себемін. Сосын екінші жағын аударып жіберіп, екінші жағына да дәл солай тұз, паприка сеуіп, тауықтың етін қуырып алатын боламын. Енді бұл негізі қуырмасаңыз қайнатып пісіріп алуға да болады. Мен қуырып алдым. Табаға ысты майды құйып, қыздырып, тауығымның етін осылай екі жағын қызартып, баяу отта табанын қақпағын жауып, етімді пісіріп алдым. Видеомды соңына дейін қарап, қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Егерде рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Енді соусын дайындайтын болам. Ол үшін 2 ас қасық сұйық майға 3 ас қасық майонез немесе қаймақ қоссаңыз болады. Сосын 1 ас қасық толтырмай горчица салдым. Шай қасықпен бал қостым. Жақсылап араластырып, соусымды дайындап алдым. Енді капустаны осылай турап алам. Енді міне мен тауығым пісті. Суығаннан кейін осылай соломка етіп, етті турап аламын. Сосын бағана дайындап алған соусымды осы еттің барлық жеріне жағып шығам. Әдемілеп жағып шығамын. Енді салатымды жинауға кірісемін, қыздар. Ол үшін бағанағы пекинская капуста мендегі. Осы капустаны салатқа әдемілеп салып, оның үстіне етімді салып, оның үстіне помидорымды салам, жұмыртқаны бәрін кезек-кезегімен пісіріп алған сухаримді бәрін саламын. Негіз керемет дәмді салат. Витаминге, белокқа өте бай салат. Тойымды өте дәмді салат, қыздар. Осы салатты жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Бетіне ірімшікті мүккіштің майда жағынан өткізіп, ірімшікті сеуіп, оның үстіне кішкене майонезді осылай сеточка етіп, майонез себелеймін. Мінекей, менің каналымда дәмді рецепттер өте көп. Менің каналымнан алыстамаңыз. Менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Сау саламатта болыңыз.